Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен өте оңай бір жасағаннан шығатын ірімшіктердің жасалу жолымен бөлісемін. Бұл ірімшіктерді жасау үшін дүкеннің емес, қолдың сүті қажет. Үй жағдайында жасалатын тәтті қызыл ірімшік пен ақ ірімшік дайындаймын. Екі ірімшікті де қатар бір уақытта жасаймын. Екі ірімшіктің әр қайсысына 3 литр сүттен кетеді. Ыдысқа сүтті құйып, отқа қоямыз. Сүтті араластырып тұрамыз. Сүттің шеттеріне ақ көпіршік пайда болғанда, оттың астын басып қоямыз. Енді қайнайын деп бастаған кезде термометрмен өлшейтін болсаңыз 95 градус. 100 мл суға 3 ас қасық 9% уксусты құйып, араластырып дайындап қоямыз. Сүттің үстіне құйып, араластырамыз. Аз-аздан құямыз. Ірімшік бірден сары суынан бөлінеді. Сүзіп алып, артық суы ағып, формаға келтіру үшін осындай тесіктері бар ыдысқа саламыз. Дәміне қарай тұзын себеміз. 5 минуттан кейін тәлкенің көмегімен екінші жағына ауыстырамыз. Ол жағына да тұзын себеміз. Кеуіп кетпес үшін бетін жауып 1 сағатқа қоямыз. Суы ағып кеткен соң пищевая пленкаға пісте май жағып, соған орап қоямыз. Бұл сыр ірімшік 1 аптаға дейін сақталады. Енді тәтті сары ірімшік жасаймыз. Сүт қайнаған кезде үстіне 300 мл-ден 500 мл-ге дейін айран құямыз. Сүтті ірітіп аламыз. Қатты қайнатып, отының астын басып қоямыз. 1 сағат қайнаған соң, дәміне қарай 4 ас қасық қант қосамыз. 2 сағат тағы да жай отта қайнатамыз. Ірімшікті сүзіп аламыз. Артық суын ағызып қажеті жоқ, себебі құрғақ болып қалады. Ірімшік суыған соң, пищевая пленканы майлап, орап қоямыз. Тоңазытқышта 7 күнге дейін сақталады. Бұл қызыл ірімшікті сүттің обратынан да істейді. Яғни майын тартып алғаннан кейін, қаймағын тартып алғаннан кейін, қалған сүтті ұйытып, 1 күнге ұйытып қояды. Ертеңіне отқа қойса, осындай әдемі сары ірімшік шығады. Менде 2 ірімшіктен де осындай жарты килограммға жуық ірімшік шықты. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, мені жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Ақ ірімшік оңай, тез кесіледі, үгітілмейді. Дәмі өте нәзік, дәмді болып шығады. Қызыл ірімшік өте тәтті.